Қалайсың оқырман? Хиггс бозоны Құдай бөлшегі ме? Неліктен кейбір бөлшектердің массасы бар, ал кейбіреуінде жоқ? Мысалы фотон, жарық бөлшегі салмақсыз, ал протон, электрон сияқты бөлшектер салмақты. Бұл айырмашылықтың себебі түсініксіз еді. Хиггс бозоны 1964 жылы физик Питер Хиггс ұсынған теорияға сәйкес заттардың массалуына жауапты бөлшек. Бөлшектер массаны өзінен емес, Хиггс өрісімен әрекеттесу арқылы алады. Бұл өріс бүкіл ғаламда бар. Бөлшек неғұрлым көп әрекеттессе, соғұрлым ауыр болады. 2012 жылы 4 шілдеде ЦЕРН Еуропалық ядролық зерттеу орталығында үлкен адрон коллайдерінде Хиггс бозоны табылғанын хабарлады. Бұл физикадағы ең ірі жетістіктердің бірі саналды. Бұл ашылым Питер Хиггске 2013 жылы Нобель сыйлығын әкелді. Ғалымдар енді ғалам қалай пайда болғандығын өте жақсырақ түсіне алады. Хиггс бозонының массасы 125,1 гигаэлектронвольтті құрады. Бұл протонның массасынан шамамен 133 есе ауыр. Бір электрон вольт өте кішкентай энергия бірлігі. Физикада бөлшектердің массасы осындай бірлікпен өлшенеді. Хиггс бозонын шығару үшін протондарды жарық жылдамдығына жақын етіп соғыстыру керек. Сол үшін үлкен адрон коллайдер қажет болды. Оның ұзындығы 27 километрді құрады, ал оның тереңдігі 100 метр жердің астында. Егер масса болмаса, сен де, мен де болмас едік. Қалай ойлайсың? Бұл шын мәнінде Құдай бөлшегі ме?